Пайғамбарымыз айтады, егер бір адам ауыратын болса, бір момын адам, Алла тағала екі періште жібереді екен, барып ана ауырып отыр, барып қараңдаршы анаған деп. Сосын қайтадан Алла тағалаға айтып барады жаңа екі періште, я Раббым, көрдік, ана барсақ жаңа құлың әлхамдулилля деп жатыр, Аллаға шүкір деп жатыр, ауыртқанға шүкір деп жатыр дейді. Сол кезде Алла субханала тағала айтады дейді, ләбди алейя, ал менің құлым дейді, ол маған міндет, былайша айтқан кезде алейя, мен оны өзіме аламын. Егер сол күйінде өліп кететін болса, мен оны жәннатқа кіргіземін. Алла субханала тағала ауру берген адамға міндетті түрде оған денсаулықпен өмір береді, немесе күнәсін кешіріп жәннатқа кіргізеді. Қандай жағдайда болмасын, адам не істейді? Алла тағаланың беретін осы екі нәрсесінің біреуіне жетеді екен. Сондықтан Алла тағала қандай да бір ауру берген кезде момын адам не дейді? Әлхамдулилля, Аллаға шүкір.